Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай әрі дәмді каркадеден компот дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға кез келген фруктымызды салып аламыз. Менде алма, қара өрік және апельсиным бар. Үстіне қантымызды салып және суымызды құйып отымызға қоямыз. Бір қайнағанға дейін отты ұстайтын боламыз. Қайнаған соң каркадемізді салатын боламыз. Міне бізде компотымыз қайнады. Үстіне каркадемізді салып, қасықтың көмегімен бір араластырып жібереміз және тағы да отқа 5 минутқа жібереміз. 5 минут қайнатамыз. Міне біздің компотымыз 5 минут қайнады. Компотымыз дайын. Енді үстіне лимон және мятамызды саламыз. Бір араластырып жібереміз. Сонымен суығанға дейін қойып қоямыз. Суыған соң ғана ыдыстарымызға құйып ұсынамыз. Қалауларыңыз бойынша апельсин, лимон, мята салып ұсынсаңыздар болады. Мұзды бірден графинге салып ұсынсаңыздар да болады. Өте дәмді, өте керемет компоттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, поддержка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет.